Кезінде Мөңке би шешен келешек туралы былай деген көрінеді. Кер заман кезінде көлдің суы бітіп табаны қалар, аттың жүйрігі кетіп шабаны қалар, жақсының атағы кетіп азабы қалар, әулиенің аруағы кетіп мазары қалар. Сөйтіп ақылы жоқ, санасыздың заманы болар. Кер заманның кезінде құрамалы қорғанды үйің болар, айнымалы төкпелі биің болады. Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиын болады. Ішінде шынтақ айналмайтын ежірей деген ұлың болады. Ақыл айтсаң ауырып қалатын бедірей деген қызың болады. Алдыңнан кес-кестеп өтетін кекірей деген келінің болады. Табалдырықтан биік тау болмас. Кер заманның кезінде су тартылар, таңмен торпаққа жүк артылар. Ар-ұяттың бәрінен жұрдай болып қарап тұрған жігітке қыз артылар. Ішкенің сарсу болады, берсең итің де ішпейді, бірақ адам оған құмар болады. Қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады, итпен мысықтай ырылдасқан еркекпен қатының болады. Кер заманның кезінде ертеңіне сенбейтін күнің болады, бетіңнен ала түсетін інің болады, алашұбар тілің болады, дүдәмалдау дінің болады. Еркегің қазаншы болады, әйелің базаршы болады, жылқы жұлдыздай болады, қой құндыздай болады. Кебір жерге теңеледі, әйелің ерге теңеледі, көл теңізге теңеледі, сиыр өгізге теңеледі. Ақырғы заман адамы сағынып тамақ жемейді, ашшыны ашшы демейді, тапқан олжа дейді. Бір-біріне қарыз бермейді, шақырмаса көрші-көршіге кірмейді, сарылып келіп тосады, құны жоқ қағазды судай шашады. Ақырғы заман халқының шайдан басқа асы жоқ, жақыннан басқа қасы жоқ, лағнет қамыты мойнында, жұмыстан қолының басы жоқ. Әрқашанда олардың көңілінің қошы жоқ, бар шаруасы түп-түгел, енді мұның есі жоқ. Заман ақыр болады, жер тақыр болады, халқы пақыр болады, балалар жетім болар, әйелдер жесір болар, десе мәдейтін кесір болар. Бас қосылған жерлерде әйел жағы дем болар, жаман жақсы айтса да өзінікі жөн болар деген екен Мөңке би шешен.